Денсаулықтан айырылсаң, дүниенің кетер құрсауы-ай. Ауру болып азамат қойылса басын жастыққа. Достарменен сөйлесіп, ой, жарамайсың достыққа. Жарамайсың достыққа. Көңілің жүрмес қоштықта, өзіңнен бақыт кеткен соң айналар досың қастықтау. Не қылмайдау адамзат, әурейлік жастықта, дүния қуған мастық ба. Ғафу рахман ғафу ет, адасып жолдан асықпау, шүкірлік қылмай тасықта. Тәубексізден ләхим, екі жақан патшасын қай орнынан панағым. Кешіре көр күнәхім, тәубе қойсаң нұрланар ақылас қылып дін уақым. Өзің пендем демесең, пайда қаспас құл уақим. Зор сүйеніш айтайын, мұсылман болып туғанға, ләбақ деген рухын қаққа мойын сұнғанға, зікір айтың жараңдар, жақсы мал жалып құрбанға. Тахрет қылып намаз қыл, суын құйып құманға. Зекетте бері қажығы бар, айналмаңыз құрмалға. Көңілге иман бекітіп, иманға мықтап сыйынып, үйретіңіз туғанға. Исламның бес парызы жанған оттан құтқарар, хақтарызы тұрғандау, шахадат қылар бес намаз. Қазір ел жетісіп жаныңды қапыс қылғанда, бұл дүниенің қызығы ұқсайды білсең жараңдар, көзіңді ашу жұмғанға. Келіп қайттау атамыз адам пайғамбар, 124 мың хақ наби, Аллаға жақын болғандар, 33 мың сахаба, Расуліге ұйғандар, 12 иман 8 жар, арамнан нәпсіз тыйғандар. Қайсы өлмей тұрып жүр, қарындай малын жиғандар. Малды ұрлық күн көшіп, түнде елдау тұрғандар. Шайтанға мұрат болғандар, көз жіберіп қарашау. Қайсы тірі қалған бар, көргенімдеу сөйлеймін, қай сөзімдеу жалған бар. Бұрын өткен пайғамбар, өздері асыл болыптау, зор дәреже қоныптау, қайсылары үмбетін ізгі жолға салыптау. Бағзағалық тіл алмай кәпірдер болып қалыптай, тіл алмаған залымдау, үйретуге жалықтау. Халак болып баршасау, хақарда хақтың жолықтау. Ай хақ Расулым Мұхаммед, дүния қау келген соң, дінге халық молықтау. Талайын дінге үндеді көрсету жұмақ тамықтау. Расулының заманау, ешкімнің қоймас қолынау. Шағатанын ізденіп, кірелік сүндет жолына, мақшар күнін көреміз. Талапта келсе ғұмына, артынан келген 4 иман. Мұсылман қырат іс қылар, иман ағзам. Hazret iman ағзам, шариғаттың айнасау, солардан кәміл табылған. Шайтанның өлмек қайласы, дұрыс намаз ораза. Мағлұмның тәніне ұшын аршырлық айтса.